Жемқорлар жүр, шалқиып, тайраңдатып, елді тонап, көздерін жайнаңдатып, бітпейтін жиындарда түр жасап, жемқорлық жойылсын деп шайнаңдатып. Жемқорлар жүр, ортада тайраңдатып, халықтың қаржысын жеп маймаң басып, отандайын үйімнің кірпіштерін шет-шетінен мүжіп жеп ойрандатып. Жемқорлар жүр, қасыңда ұрандатып, жай өтірік тілдерін бұраңдатып, қой терісін жамылып қасқыр болып, құйрығын іште бұлаңдатып. Жемқорлар жүр, жұмада құрандатып, дәрет алып, тазарып құмандатып, жамағаттан ұрлаған ақшаны алып, садақа деп таратып сумаңдатып. Жемқорлар жүр, жұмыста құмарлатып, құрылыс пен тендерді тұмарлатып, мектеп үшін құйылған кірпіштерден өзіне сарағай соғып, мұнарлатып. Жемқорлардың жәннаты Қазақстан, бюрократия жайлаған қағаздан, жемқорлықпен күрескен шыншылдарды мазақ қылған масқара мазағыстан. Жемқорлар жүр денсаулық саласында, жанашырлық жоқ оның санасында, жан ұшырған науқастың азабымен жайлы өмір сыйлап жүр баласына. Жемқорлар жүр білімнің ордасында, ақша емес, гүл жинап дорбасына. Ішкі сыртқы онлайн тексерулер жемқорларға зор азық, мол қазына. Жемқорлар жүр құзырлы органдарда, погондармен қоршалған қорғандарда. Заң өкілі жемқор боп бөлінген соң басқалардан қайран мен қорған бар ма? Жемқорлар жүр әкімдік аппаратта, олардың жұмысы жай ақ парақта. Жемқорлыққа нөлдік төзімділік олар үшін жай ғана тәтті. Десе де құрылымның барлығын қаралаудан, даралаудан аулақпын алалаудан. Тоқтатуды аңсаймын жай ғана мен, жемқорлықтың тұқымын балалаудан.